Сенбілік көктемнің екінші айында ұйымдастырылатын дәстүрлі шара қыстан шыққан қоқыстан елді мекенді тазалауға бағытталған және қала тұрғындарының басым көпшілігі оған немқұрайлы қарамай белсенді қатысады. Екібастұздың әр бөлігі ірі кәсіпорындарға бөлініп бекітілген және әр кәсіпорын сол кәсіпорындардың еңбеккерлері өз шекараларын біледі. Шеткі көшелеріміздің бірі Королев көшесін бұл сенбілікте бірінші электр станциясының энергетиктері тазалады. Бүгін сенбілікке В вахтасының ұжымы атсалысуда. Бізге берілген бөлік Әуезов пен Московский көшелері арасындағы Королев көшесінің бөлігі. Менің басқаруыммен бірінші отын технологиялық цехының 12 еңбеккері сенбілікке шығып тазалық жұмыстарын жүргізуде. Энергетиктер тек жол бойын қоқыстан тазалап қана қоймай, автобус аялдамаларын әктеуде де жүзеге асыруда. Сол үшін арнайы киімдер де бөлінген. Жыл сайын болатын өзі субботник деп айтамыз. Бұл субботник өзі баяғыдан кел жатқан субботник. Бұл біз осы халықтар жинамасақ, көмек жыл сайын осылай көмектесіп, сылап жинап тұрам. Біз көшені жинамасақ, кім жинайды? Әлеуметтік сала қызметкерлері де бұндай маңызды шарадан ешқашан тыс қалып көрмегені. Энергетиктер көшесі бойының сәнін келтіріп тұрған тамаша ғимараттың бірі екінші емхана. Сенбілікке бұл мекеменің бар дәрігерлері мен қызметкерлері толық шықты деуге болады. Вышли все врачи. Барлық дәрігерлер, медбикелер, санитарлар, аула сыпырушылар шықты. Көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп, ағаш түптерін әктеудеміз. Қоқыстар тазалануда. Барлық 180-дей адам шығып, 1760 шаршы метр жерді тазалаудамыз. Сенбілікке қатысушылар өздеріне берілген жұмыстарды ризашылықпен атқарып жатқаны көрінуде және игілікті іске қатысқандар біздің қаламыз, біздің балаларымыздың болашағы, сондықтан оны таза ұстау біздің міндетіміз деп түсінеді. Бүгінгі сенбелік жақсы отыр. Қалалық сенбелігі жақсы отып отыр. Бәрі поликлиникаға емші қызметшілері бәрі жақсы өткізіп отыр. Біз бәріміз қызықты еңбек қызмет қылып отырмыз. Бұл балаларымыздың болашағы, бұл келешегіміздің, біздің отанымыз үшін, тазалық үшін біз еңбек етіп отырмыз. Бұл үшін бәріміз күш салып отырмыз. Балаларымыз да бүгін сенбелікке қатысып отыр, өзіміз де сенбелікке қатысып отыр. Бұл біздің болашақ. Иә, бұл біздің болашағымыз, ал сол болашақ балалар десек, олар да бұл жалпы қалалық сенбіліктен тыс қалған жоқ. Әр оқушы өз мектептерінің аумағымен қатар мектеп маңында тазалауда. Білім мекемелері де қандай шара болса да алда болатыны белгілі, және бұл жолда солай болды. Бүгінгі сенбілікке біз өзіміздің сынып жетекшімізбен аула сыпырдық. Сол денсаулық тазалық кепілі демекші біз өз өз ауламыздың тазалығын көркейтуге тырыстық. Екібастұз өзінің 60 жылдығын тойлауға қарқынды дайындалуда және қаланың тазалығына бұл балаларда осылай үлестерін қосуда. Ал Әуезов көшесінің бойында Флора шаруа қожалығы жас 20 қарағайды отырғызды. Олар биыл оларға су қойып күтуде өз мойындарын алған. Гарняк көшесінің бір бөлігін жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер бөлімі тазалауда. Бізге кездескендері тұрақты мекені жоқ тұлғаларға арналған әлеуметтік бейімделу орталығы қызметкерлері. Бүгін енді центр адаптация орталығымен барлығымыз осы Гарняк көшесінде жұмыс істеп жатыр. Кеше өзіміз центрде орталықта істегенбіз. Бүгін ұжымда 35 адам істейді. Сол 35 адам барлығы шықты. Қолдарында сыпыру күректері бар. Енді айтқан тапсырманы орындағандай тазалап жатырмыз қазір үйдің қасына. Осы Гарняк көшесінің бойынша. Күрек сыпырғыштарды кім берді, өздеріңіз? Күрек сыпырғыштарды бәріміз центрден орталықтан алдық, алып келіп істедіп жатырмыз. Қапшықтарымыз да бар, жұмыскерлеріміз де қасымызда. Бос жүрген адам жоқ. Қаламыздағы кез келген мерекелік спорттық шарадан тыс қалмайтын батырлықтарда бүгін сенбілікте айта кетуіміз керек. Олардың тазалайтын көшесі Строительный көшесі. Бұл жолы көше тазалығына богатый жүктеу көлік басқармасы еңбеккерлері кіріскен. Өз міндеттерін адал атқарып жүрген көміршілер қала тұрғындарынан да соны сұрайды. Буквально Жаңа ғана мына жерді тазалап сапарып шықтық. Содан соң сәлден соң қоқыс пайда болды. Қайдан келді деп жоғары қарасам, біреулер терезе орнатуда. Оларға өз қоқыстарыңызды тазалаңыздар деп айтқанымен ешкім олай істемейтінін түсіндім. Былтырда дәл сондай жағдай орын алғаны есімде. Әрине, сенбілік жақсы. Қазір оған барлық халық белсенді атсалысады. Үлкені бар, кішісі бар. Дегенмен адамдардың да мәдениеттілігі болса деймін. Сүйікті қаламызды қоқыстандырмайық.
Әрине сенбілік өтті деп, қаламыз түгел таза деп айтудан аулақпыз. Оның үстіне сол үлкен шараның нәтижесі бойынша олқылықтар анықталған. Бұл мәселе сәуірдің 17 күні әкімдікте өткен кеңесте кеңінен талқыланды. В целом, до проведения качественной. Бүтіндей алсақ, өздеріне бекітілген аудандарда Богатырь көмір компаниясы, Промсервис отан серіктестігі, білім мекемелері сапалы жұмыс атқарды. Өкінішке орай Болат Нұржанов атындағы Екібастұздың бірінші электр станциясы тарапынан кемшіліктер жіберілді. Олар 19-шы шағын ауданда орам іштерінде тазалық жұмыстарын жүргізбеді. Карлев көшесінде жұмыстан кейін қоқыстар мен қапшықтар қалып қойды. Шығыс кенештен шыққан жұмыскерлердің саны аз болғандықтан оларға бекітілген Строительный көшесінде орамшылық жұмыстар толық атқарылмады. Проммашкомплект серіктестігі мен Екібастұздың жылу орталығы тек өздерінің аумақтары маңындағы жер аудандарын тазалады. Бекітілген жерлерде жұмыстар жүргізілмеді. Город не мой личный. Қала менің не болмаса Артем Сергеевичтің жеке меншігі емес. Бұл қалада сіздердің еңбеккерлеріңіз тұрады. Егер сіздер бұл іске осылай қарасаңыздар, басқалары қалай қарайды? Осылай деген қала әкімі бекітілген аудандарында тазалық жұмыстарын сапасыз атқарды делінген әр кәсіпорын өкілдерін тұрғызып, жауаптарын тыңдады. Пожалуйста, проммашкомплект ездите? Есть. Пожалуйста. Уборка производилась. Улица Абая, Кунаева. До информации от асфальта. В пятницу люди целый день занимаются. Ну не видели мы. Мы проезжали, полностью объезжали. Покажите туда территорию свою, как на убранном. Пожалуйста. Прилегающих ТЭЦ до самых домов все убрали и будем убирать ежедневно. В том числе и контейнерные там площадки для мусора. Там все было чисто, все убрано. В субботу до 10 еще чисто было. Сейчас смотрю, опять надо сделать. И, наверное, убирают эти население. В общем, будем держать на контроле и очищать территорию. Сказать, пожалуйста, Повторю, в субботу у меня было выделено 140 человек. Предоставляли вам информацию, 11 единиц техники. 12 автомашин мы вывезли на полигон. Будем убираться, мы каждый день производим эту санитарную очистку. У меня выведены люди и каждый день занимаются уборкой вдоль тепловых сетей. Естеріңізге салайық, алдағы сенбі сәуірдің 22-сінде облыстық сенбілік күтілуде. Сондықтан бар халықты соған қатысуға шақырамыз.